Бауырды адам ағзасының басты зертханасы деп атайды. Ол қаннан токсиндерді тазартып, адамға қажетті қосылыстарды синтездейді. Бірақ осындай белсенді жұмыста ол да мезгіл тазартуды қажет етеді. Видео соңына дейін қараңыз, өйткені сіз бауырға қашан көмек қажет болатынын және оны үй жағдайында қалай тазартуға болатынын білесіз. Бауырды тазарту керек екенін қалай түсінуге болады? Егер бауырда токсиндер жиналып қалса, ол өз функцияларын толық көлемде орындай алмайды. Бұл жалпы жағдайдың нашарлауымен және келесі белгілермен байқалады. Оң қабырға астында ауырлықтың және мезгіл керіліп тұрғандай сезімнің пайда болуы. Бұл өттің дұрыс шықпауының, өт шығару жолдарының дискинезиясының белгісі. Терінің сәл сарғыштануы және қабақтың ішкі жағын төмен түсіргенде ғана байқалатын ақ қабықтың шеткі сарғаюы. Ал терінің аздап сарғаюын тек күндізгі табиғи жарықта байқауға болады. Қызыл иектің қанай беруінің күшейі, бұрын болмаған жиі мұрыннан қан кету. Өзіңізден жағымсыз иіс сезу. Бұл токсиндердің тері арқылы бөлінуімен байланысты. Сонымен қатар тершеңдіктің күшейі, толық тыныштықта да жиі және мол терлеу байқалады. Дене салмағының артуы, бауырдың майларды ыдырату қызметінің әлсіреуінен. Ұдайы шашаңқылық пен әлсіздік. Түнгі ұйқыдан кейін де энергия болмайды. Төсектен тұру қиын. Таңғы уақытта жеңілдік сезілмейді. Бұл ағзада артық токсиндердің сақталуымен байланысты. Шаштың шамадан тыс түсуі, теріде бүрпелердің пайда болуы. Терінің серпінділігі мен табиғи жарқырауының жоғалуы. Тері ағзадағы токсиндерді шығаруға бауырға көмектесуге тырысады, бірақ бұл процесте өзі зардап шегеді. Гормоналды тепе-теңдіктің бұзылуы. Бұл да токсиндердің бүкіл денеге таралуымен байланысты. Гормондар дисбалансының негізгі белгісі. Әйелдерде циклдың ырғақсыз болуы, ерлерде еркектік денсаулықтың нашарлауы. Аллергиялық реакциялардың жиілеуі немесе алғаш рет пайда болуы. Атопиялық дерматит, қайталанатын квинке ісігі, тыныс алудың қиындауы сияқты эпизодтар. Тілде сарғыш жабынның пайда болуы. Жиі қыжылдау, қышқыл не ащы кекіру. Бауырдың ферменттерді жеткілікті шығармауының белгісі. Ауызда жағымсыз иіс, дәмнің өзгеруі. Бауырды токсиндерден қалай арылтуға болады? Бауырға, демек бүкіл ағзаға, көмекті физикалық белсенділікті арттырудан және тамақтану рационын қайта қараудан бастау қажет. Күніне кемінде 2 литр қарапайым су ішу маңызды. Бұл барлық жасушаларды шайып, бауыр жасушаларында жиналып қалған токсиндерді шығаратын алғашқы құрал. Тазарту үдерісі жылдам әрі тиімді болу үшін, әдеттегі тағамға өт айдағыш әсері бар өнімдерді қосу керек. Өттің түзілуін және шығуын күшейту бауырды тазартудағы маңызды фактор. Бауыр жасушаларында синтезделетін өт токсиндерді шығарып, оларды ішекке, кейін барлық ағзадан шығарады. Өттің күшейтілген түзілуі ас қорытуды жақсартады. Яғни түсетін ақуыздардың, майлардың және көмірсулардың ыдырауына, дәрумендер мен биологиялық белсенді заттардың жақсы сіңуіне әсер етеді. Кішкене және үлкен ішектің қозғалысын күшейтіп, тағам қалдықтарының тоқ ішекте тұрып қалуына жол бермейді. Яғни іш қатудың алдын алады. Резидентті микрофлораның дамуы зиянды микроорганизмдерді жоюға көмектеседі және ішектегі бактериялардың тепе-теңдігін сақтайды. Бауырды қолдайтын өнімдер. Бауырдың функциясын сақтап, оның белсенділігін арттыру үшін тамақтануда келесі қағидаларды ұстану қажет. Рационға мүмкіндігінше көбірек жаңа көкөністер мен жемістер қосыңыз. Тек майы аз ет түрлерін пайдаланыңыз. Қоян, күркетауық, бұзау еті, тауық еті. Дайындау тәсілі ретінде буға пісіру, қайнату, бұқтыруды таңдаңыз. Оливка майын жиірек қолдану керек. Ол өте жақсы өт айдағыш құрал. Алкогольді барынша шектеу қажет. Нақты өнімдерден үнемі қолдануға ұсынылатындар. Грейпфрут. Токсиндерді бейтараптандыратын антиоксиданттардың көзі. Брокколи. Бауырда жасырынған токсиндерді залалсыздандыратын заттардың түзілуін күшейтеді. Мұхит балығы. Құрамындағы омега-3 май қышқылдары бауырдағы май жиналуымен күреседі. Себебі май бауырда токсиндердің жиналуына қолайлы орта болып табылады. Ақжелкен мен аскөк. Ас қорытуды жақсартып, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Зат алмасуды реттейді. Қабынудан кейін қалпына келуге көмектеседі. Табиғи орташа майлы сүзбе. Оның құрамындағы метионин амин қышқылы бауыр жасушаларының метаболизмінде маңызды рөл атқарады. Бауырды токсиндерден тазартатын 5 үйлік сусын. Бауырды қолдайтын сусындарға таңқаларлық болса да, кофе мен көк шай жатады.
Көк шай құрамындағы антиоксиданттар бауырда майдың жиналуын азайтады. Яғни майлы гепатоз кезінде қалпына келтіру әсерін береді. Бұл шай бауырдың қатерлі ісік пен цирроз сияқты ауыр ауруларының алдын алуда маңызды роль атқарады. Тұрақты қолданғанда бауырдың жұмыс қабілетін жақсартады. Кофе әлем ғалымдары тарапынан бауыр үшін ең пайдалы сусындардың бірі саналады. Оның құрамындағы заттар бауыр жасушаларында май молекулаларының жиналуына жол бермейді және функционалды жасушалардың орнын фиброзбен басуға мүмкіндік бермейді. Енді үй жағдайында дайындауға болатын сусындардың рецепттері. Бірінші сусын: жарты лимонның, бір тәтті бұрыштың, бір орташа алманың және бір қысқа қиярдың шырынын сығып алыңыз. Шыққан сөлді дереу ішіңіз. Мұндай коктейльді күніне 2 рет 3 апта бойы қабылдау ұсынылады. Екінші сусын: 2-ге 1 қатынаста итмұрын жемістері мен қалақай жапырақтарын араластырыңыз. Осы қоспадан 1 ас қасық алып, 1 стакан қайнаған суға қосыңыз. Баяу отта бірнеше минут қайнатып, 2 сағат тұндырып сүзіп алыңыз. Күніне 2 рет 3 апта ішіңіз. Үшінші сусын: 3 шағын сәбізден қолмен дайындалған сәбіз шырынын әзірлеңіз. Сәбізді үккіштен өткізіп, дәке арқылы сығып алыңыз. Алынған шырынға 1 шай қасық қаймақ қосыңыз. Майда еритін дәрумендер тек осылай жақсы сіңеді. Дайын болған соң бірден ішіңіз. Күніне 2 рет 2 апта бойы ішіңіз. Төртінші сусын: алтын сүт. 2 ас қасық куркума ұнтағын 1 стакан қайнаған суға қосып, 10 минуттай қоюланғанша қайнатыңыз. Суытып, тоңазытқышқа қойыңыз. Осы алынған қою экстракттан 1 шай қасықты 1 кесе жылы сүтке араластырып ішіңіз. Күніне 2 реттен көп ішуге болмайды. Курсы 2 ай. Бесінші сусын: жүгері қылшықтарының қайнатпасы. Шикізатты дәріханадан алуға болады. 2 ас қасық ұсақталған жүгері қылшықтарына 250 мл қайнаған су құйып, 20 минут қайнатыңыз. 1 сағат тұндырып, сүзіп алып, 1 стакан көлеміне жеткізу үшін сумен араластырыңыз. Әр тамақтан кейін 1 ас қасықтан 20 күн қабылдау керек. Бауырды тазарту кезінде әр ағзаның жеке ерекшеліктері бар екенін есте сақтаңыз. Сондықтан ең алдымен өз дәрігеріңізбен кеңескен жөн. Каналға тіркеліңіз.